Насыр кет қалып еді жана. Іңкәр, Аруна үшеуі ойнап жүрген. Дала қараңғы. Представляете, біздің жақта маньяк клоун шығыпты. Не істейміз енді? Қазір іздейміз оларды. Жақ бәрі. Балалар жоқ, анда үлкен балалар ғана ойнап жүр. Мына балалардан сұрайын ба әлде қайда кеткен? Қорқып тұрмын. Қайдан тапсан екен? Мәссаған. Мамасы тапсырып кетіп еді жана маған. Мен қайдан іздедім енді оларда? Қай жаққа кетті екен? Не істеп жүрсіңдер сендер? Кіруге болмайды. Білесіңдер ма сендер? Клоун маньяк шығыпты. Қайсылықтың сағырдан ба? А? Сағырдан ма? Конечно, ол маньяк қой ол. Бір баланы алып кетті. Көрдіңдер ма? Жоқ, давайте кетейік. Қазір сендердің мамаларын ұрсат сосын. Сендерді алып кететін болсын. Қомынан бәрі сықасыға ғой, біз кішкентай бала емеспіз, мама сенетін. Вдруг сендерді алып кетеді? Алып кетпейді. Алып кетпейді. Мен қорқам. Біз қорқпаймыз. Біз қорқпаймыз. Еще түн болды. Маманды бауыр өлем жүр, он жетші. Ол үлкен балалар ана жақта ойнап жүрген. Давайте онда кішкене ойнай тұрайық. Үйдің жанында бірақта жарай ма? Не ойнайсыңдар? Білмейміз, тығылмақ шығар. Тығылмақ? Үшеуің ғана? Я. Анде бізге қоссаңыз ішпесізде. Да, давайте. Мафия ойнайғын. Ал, басталды. Давай, тығылыңдар. Давайте. Клоун маньяк. Қаш, Аруна. Қаш. Жөндер, кеттік. Кеттік. Давайте, тез. Есік кім жауып кетті? Мәссаған, енді істейміз. Папамыз жауып кеткен ғой есікті. Жөндер, үйдің артына. Давайте, кеттік. Нар жаққа кет қалайық. Көмір қораға тығылып қаламыз ба? Мына жақта қорқынышты екен. Папамыз есікті жауып кеткені жаман болды. Кеттік. Мына жақтан шығып кетеміз ба? Қай жақта? Мына жаққа. Көмір қораның ішіне кірсек, светі жанып тұрады. Көмір қораға ма? Я давай. Или ана футбольный площадка жаққа кетеміз ба? Не істейміз? Қорқамандар. Қаштым. Алып кетті Арунаны. Не істейміз? Арунаны алып кетті. Қайдан іздейміз Арунаны? Білмеймін, давайте жүр ан жақтан іздейік. Ол жана үйдің жанында болды ғой. Может, үйдің жанын қараймыз? Может, тапсырма тастап кеткен шығар. Жүріңдер, қарайық үйдің жан жағын. Мынау жана тастап кеткен. Арунаны жібергенімді қаласаңдар, тапсырманы орындандар. Қандай тапсырма екен? Давайте көрейік. Бірінші тапсырма үйдің кілтін табу. Үйдің кілті қайда? Ол қайсы ол? Біздің үйдің кілтін табу ма? Не үшін? Не үшін біздің үйдің кілтін табу деп жатыр? Білмейміз. Үйдің кілтін табу. Енді қайдан табамыз? Үйдің кілтін? Бүкіл жоқ. Біреуі онда клоун алып кеткен, әдейі жауып қойған ол клоун есікті, я? Біздің папамыз емес. Ол клоун ғой, жауып қойған. Тетек қылып нені қайдан кетті қайдан есіңді? Клоудан бір нәрсе қылып алып кету керек. Нені? Кілтті. Сен клоун таба алмаймыз. Клоун тауып алсақ, Арунаны да тауып алушы едік қой. Дұрыс па? Не істейміз енді мыналарын? Жүріңдер, давайте іздейік. Қай жерде бар екен? Может, мына жерде астында ма екен? Мыналардың іштерінде бірдеңе де қарау керек. Может, мына жерге тығып қойды ма? Давайте іздеңдер. Мәссаған. Мыналардың артын. Іңкәр, көтерші. Қарашы, жоқ па? Жоқ. Может, кремнің астына қойып кеткен шығар. Мына жақтың арасынан іздейтін мүмкін осында шығар. Қараңдар. Жоқ па екен? Қай жерден іздейміз? Астына түсіп кетпе екен.
Жоқ, мынау немене? мам, онда анау жақтарды іздейік. Иә. Клоун, мына жерде бір жерде тұр. Может, мына шөптердің арасын қараймыз? Қараңдаршы. Жоқ. Мына жерге Тауып алдық. тауып алдық, давайте. Енді екінші тапсырма. Не істейміз, мам? Мынаны не? Сауып алайық. Есікті ашамыз мүмкін. Есікті ашқаннан кейін сонда екінші тапсырма болатын шығар. Масур, давай. Есікті аш. Қалай ойлайсыңдар, тапсырма бола ма екен, болмай ма екен? Арунаны қалай тауып аламыз енді? Қалай алып кетеміз одан? Тапсырма? Тапсырма, екінші тапсырма. Эльфтің құлағын табу. Ол қайдан табамыз? Эльфтің құлағы деген бар ма не? Бар. Эльф өзі бар ма? Иә? Мен оны аңыз деп ойлап ғой. Мен де ғой. Істейміз енді. Күндер іздегенді біз көше жаққа шығып кеттік. Мүмкін осы жақтан тауып қалырмыз. Жүндер ана площадка жаққа барамыз ба? О жаққа бармайтын шығар, бірақ та балалар көп қой о жақта. Онда шөптерді іздейік мына жақта. Ол жасыл ғой өзі. Шөптерде іздейміз ба? Мына жақты қарайық. Жүндер мына жақты қарайық. Может, мына жерде құлақ қалған шығар. Біреудің кепкасы жатыр. Мүмкін еліктікі емес па? Еліктікі шығар мүмкін. Қараңдар қандай знакпен. Еліктікі шығар. Бұл. Жарайды, қойыңдар ана жерге. Өзі көріп алып кетер. Давайте, мүмкін құлағы да жатқан шығар осы жерде. Давайте істейік. Біздің жақта сондай еліктер бар ма екен? Иә. Міне, қараңдар. Қара. Эльфтің құлағы? Шынайы. Мансұр, қара. Қара, Мансұр. Эльфтің құлағы. Енді онымен не істейміз? Не істейміз? Қалай апарып береміз? Клоун қалай тауып алады оны? Мама, мүмкін. Жаңағы тапсырма қалдырып кетті ғой. Иә. Может, есіктің алдына қалдырып кетеміз? Жарайды, сіз жаққа қалдырып кетейік. Да? Жүріңдер. Кеттік. Байқаңдар, мынау өзі жаман жер екен. Шұңқыр шыққан. Қалай жүрген? Клоунға ана эльфтің құлағын апарып берейік. Мама, тағызада не бар? Білмейміз ғой. Ма тапсырма, иә? Ана ше? Өй, мынау жаңа кетіп бара жатқанда клоун тастап кеткен ғой. Оны мұрны ғой. Мұрны. Мұрынмен не істейміз? Эльфтің құлағымен не істейміз? Давайте клоунға біз письмо жазайық. Давайте письмо жазайық. Егер де сен Арунаны алып келмесең, саған мұрынды бермейміз деп жазайық. Ja, давайте. Арунан бір тау сөз жатса, біз сен мұрынды кесіп тастаймыз. Мұрынды бермейміз деп айтамыз, иә? Иә. Жүріңдер, қағазбен маркер алайық та жазайық. Мұрны қызық екен, а? Мен тағып көрейін ба? Енді дейсіз, а? Міне, мен де клоун болдым ба? Енді де. Клоуна. Давайте, не деп жазамыз? Ете жазушы едік. Клоун, сенің мұрның бізде... Клоун. Арунадан бір тау шаш түссе. Так, клоун, сенің... Қалай деп айтамыз, айтыңдар. Сенің мұрның бізде. Иә, соны Оны алып кеткің келсе, Арунаны бізге қайтар. Мұрның бізде. Ол Аруна қайтар. Қайтар. Жазбай қалмай ма? Кетті мен. Қайтар. Өтпелгісін қоям. Ұрсып атқан. Кажется, жақсы көреді. Мұрынсыз ол демалмайды ғой. Иә.
осыны қалдырып кетейік. Мына мұрынды мен ұстайын. Сендер әйтпесе жоғалтып аласыңдар. Жүріңдер, кеттік. Жүр. Біз қай жерге қойып кетейік? Айтыңдаршы. Мына жерге қойып кетейік па? Көретіндей. Қайтарады деп ойлайсыңдар ма? Еліфтің құлағын қалдып кетпейміз бе үстіне? Әйтпесе айтады ол, тапсырманы орындамады. Не істейміз, өзіміз кіреміз ба? Жүріңдер, кіре тұрайық. Сосын Арунаны может алып кеп тастайтын шығар. Енді күтейік. Давайте, шешініңдер. Мүмкін өзі келетін шығар, иә? Давайте. Мынаны жинақ қойсыңдаршы. Жаңа маркерді алғанбыз. Мынаны жинақ қойшы. Мансұр. Сенікі ғой? Уже сабақ бітті. Енді сурет саласың. Иә. Кімге ойлайсыңдар? Кім? Аруна келді ма? Сені кім әкеп тастады? Клон. Да? Мә, клон саған тиісті ма? Айт, таяқ жейді. Ұрамыз, иә біз оны? Жоқ, тиіспеді маған. Не істеді ол саған? Ол маған тамақ берді. Да, сонда добрый клоун болған ғой ол. Ол бізден же Эльфтің құлағын сұрап, көмек сұраған. Ол көмек сұраған ғой, иә, Еліфтен. Кір, Аруна, кір, тон қалған шығарсың сен. Тондың ба? Или оның үйінде болдың ба? Оның үйінде болдым мен. Оның үйі қандай екен? Үйі үлкен. Да? Әдемі. Ол сөйлей алмай ма? Сонда тек қана қағазға жаза ма? Иә. Қағазға ғана жазу біледі екен, ол көрдіңдер ма? Расымен де клоун сөйлемейді ғой. Иә. Все болды, айттым ғой мен сендерге жаңа шықпаңдар деп. Ойнамаңдар, үйге кірейік деп. Енді достар, сіздер далаға шықпаңыздар. Мамаларыңыз, аналарыңыздың айтқанын тыңдаңыздар. Иә. Так, егер де сіздерге осы видео ұнайтын болса, лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Иә. Подписка жасауға ұмытпаймыз. Иә. Енді екінші часть болады тағы да. Ертең может быть. Добрый клоумен. Иә. Біз оны злой деп ойласақ, оказывается, добрый екен. Біздің Арунаға тамақ беріпті. Иә. Все, всем пока. Пока. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Привет, біз Саликқа барайын өткенбіз. Иә, паркқа барамыз қазір. Қазір Камшат апаны күтіп отырық. Иә? Кім келеді? Сымбат апа? Камшат апа? Сымбат апа, Сұңғат. Иә. Аян. А? Аян. Зайка. Зайка емес, ол слоник. Аруна, Жанель, Инжу, Саяжан. Саян бізде Мансұрдың ағасы. Бөлесі. Кім? Іңкәр. Мансұрдан. Ең кішкенде сіз. Иә. Бауырлар, короче. Иә. Үлкен мына жақта сендердің. Мен онда. Ай, Сұлтан бар екен ғой. Еркен сіздер. Мына жерде тирлар бар, приздар. Мына жақта уже фастфуд. Қандай запистармен, рисунктармен. Мына су ғой. Адам. Мына мысқа мен алмадық, қатырауыз мысқа.
Мынау балықтың несі сияқты. Балық мосты деп айтады. Күні. Ама, мына жер кішкене тұрсақ қорқауа. Мына жер дірілдеп тұр, блин. Анау судың толқыны ғой. Анау мост дірілдеп тұр. Сезіп тұрсың ба? Иә. Жер қап қараңғы екен. Саян барды оқып. Все, біз кеттік. Үйге. Кім? Ой, біз уже кетіп бара жатырмыз. Қайдағы привет. Ей, кім? Саян қайда? Саян қайда? Саян қайда? Баба, саяндар қайда? Жоқ қой Саян. Давайте Саяндарды іздейік. Саян жоқ. Мәссаған. Может, ағаштың арасынан біреу алып кетті ма? А? Қайдан іздейміз Саянды? Ой! Жоқ Саян. Жоқ, біз ана жерде бір атасы отырған кезде, ол бізді қойдық қойшы ба отырсын деп, сол кезде біз оны көрмедік қой. Ұмытып кеткен жоқпыз ба? Может, анау клоун алып кеткен шығар. Қандай? Я, біз сол жерде бір, короче, Может, Тун-Тун Сахур алып кетті, а? білмеймін, Тун-Тун Сахур. Аруна, сен не деп ойлайсың? Білмеймін, ол балерина капучино кеткен шығар. Да, ты что? Или ана жерде клоун. Давайте іздейік, давайте. Іздейік, ма? Давайте іздейміз. Может, мына жерді қараймыз. Мәссаған. Ай, тәте, Тун-Тун Сахурдың іздері. Қойш, кеттік, давайте. Аян, давай, Саян деп шақыр. Давайте на ағаштың ішін қарайық. Может, Саян, сен қайдан шықтың? Саян, сен қайда болдың? Сен қайда болдың? А? Сен кім алып кетті? Сен кім алып кетті? Сен қайда болдың? Мені Тун-Тун Сахур алып кетті. Қойшы. Ол біздің айқайлағанымыздан қашып кетті. Жүр енді кеттік. Барлықтарын алып кетпесін. Давайте. Кеттік. Үйге қайтайық тез. Құрсын, енді паркқа келмейміз, да? Қорқынышты түнде келуге болмайды екен кішкентай балаларға. Да? Дубайский шоколад жегілерге батыр, я? Я, мен жегілерге. Аруна, менің каналымда бар ғой дубайский шоколад қалай істелінген. Сен көрмедің ба? Обязательно көрсетемін, ма? Амира, привет деп қой. Не көріп жатсың? А4 клоун. Клоун? Бізге клоун келді ғой, Анеля, сен білесің ба? Қашан? Арунаны алып кетті ғой, Аруна айтшы, я? Сол клоун қайда екен, Іңкар? Мысыр? Сонымен ол біз, сонымен ол не істеп алу керек еді? Достасып алу керек еді. Ол бірақта Арунаны алып кетті, білесіңдер ма? Не үшін алып кетті анау бізге? Эльфтің құлағын табу үшін. Иә, эльфтің құлағын табу үшін бізден көмек сұраған ғой олар. Ол сөйлей алмайды. Қайда екен ол? Қайда екен? Мүмкін бізбен ұстасқысы келіп алып кеткен шығар. Соны қайда жүр екен да сол клоун? Я, может быть, ол эльфтіға барды. Эльфті тірідей көрсе ғой, я? Клоунмен достасып көреміз бе? А клоунды қайдан табамыз? Білмеймін, келу керек шығар. Күнде кешке келе береді ғой. Түнде келеді. Уже кеш болды, я? Сіз айтып едіңіз ғой, ағамда не деп, клоун балаларды орғайды деп, бір баланы ұрлап кетті деп. Бәрі маньяк деп атыр ғой, маньяк деді ғой. А бірақ та осы Арунаны бізге қайтарды, ана баламен естіп қойды. Мүмкін ол жалған ақпарат болған шығар, я? Көп адамдар ба сол? Істейміз? Көрейік ба? Шығып? Іздеп көреміз ба? Клоунды? Бізге Ахунти келді. Ал, давайте, ойнаңдар, давайте. Ойын ойнайық, сосын үйге қайтамыз.
Біз әжеміздің, атамыздың үйіне келдік. Ата әжеміз. Давай, молодец. Ей! Клоун, қашындар? Лена, бізбен ойнаймыз дейді ғой. Ей, клоун! Мынаны істейді мынау. Достасайын деп тұр ғой. Бізбен достасайын деп тұрмайын. Ай, баш. Мынау ойнағысы келіп тұр ғой, бізге қара допты қалай лақтырып жатыр. Не істейміз? Ойнаймыз ба? Ойнайық. Клоун, сен сөйлей аласың ба? А? Маған дауыс қарлыққан ба? Иә дейді, е? Қорқпайсыңдар ма? Жоқ. Ойнайсыңдар ма? Аруна! Сенің досың ғой ол. Сені алып кетті ғой, бірақ та саған тиіскен жоқ. Ау, давайте клоунмен бірге ойнайық. Давайте. Ау. Клоун, сен нормальный екенсің ғой, оказывается, ойнауға болады екен сенмен. Енді давайте сен сөйлетіп үйретейік. Ал, давайте сендер көбірек сөйлесіңдер. Клоунмен. Сұрақ қойыңдар клоунға. Сен атың кім? Сен қаншадасың? Қаншада? Жасын білмейді екен ол. Оны үйрету керек қой онда. Қайтан сабаққа апару керек, школға. Сабаққа бармайым дейді. 20 саған. 20 қосу 20. Ойнайық дейді ал. Қарап жүреке, клоун алып кетіп жүрер мүмкін. Өй, шошып кеттім ғой, алып кетемін. Құдай. Масқара. Сен біздің балаларды алып кетпе, түсіндің ба? Бай. Давайте ойнаңдар енді, ойнағысы кеп тұр оның. Қараңдар, секіріп атыр. Не Аруна ойнап атыр. Ал, ойнаңдар. Клоун, сен велосипед теуіп білесің ба? Теуіп білесің ба? Мана клоун велосипедке отырып апты. Аруна, байқа, тағы алып кетпесін сені. Іңкәр қарап отырыңдар. Масыр қарап жүріңдер. Алып кетпесін тағы да. Ұстап алайық. Хонти. Ой, шляпкасын жоғалтып отыр Хонти. Что не келатыр, клоун? Балаларды қызып жатыр, Иә. Қорқып жатыр. Балалар қорқып тұр. Сен мамасымен. Иә. Істейміз, тағы клоун шақыру керек қазір. Ендете, клоун анында келеді, атырапсында көрмеген шығарып ал. Да? Бір күні. Аттракционға қорыққан, Давай. Ол бармаған шығар. Онда басқа балалар қорқады ғой. Қорқпайды. Ай, мынау әбден қызықты мынау клоун, иә? Иә. Клоун, сен қазір қайда барасың? Үйіне барасың ба? Иә, деді. Сосын қашан келесің? Тағы ойнаймыз, иә? Білмеймін дейді. Кетсен кел, сосын кетсен Все, ойнаймыз. кететін уақыт болып тұр же клоунның. Ойбай, сендер дұрыстап ойнамапсыңдар вообще. Амансыр, сендер вообще дұрыс ойнамапсыңдар. Ішім пысты дейді. Анау Айхан вообще қорықты. Айхан, неге қорықтың сен? Үйге барап? Все, достар. Клоун кетті. Енді сосын келеміз дейді. Короче, сендер дұрыстап ойнамадыңдар. Вообще клоунға ұнаған жоқ сендердің ойнағандарын олмен.
іші пысып кетті дейді. Енді кімді тағы да ойнатамыз? Кімді алып келеміз ойынға? Саяндарды. Мне кажется, саяндар күшті ойнайтын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Уже қараңғы болып кеттік үйге, иә? А? Кетті ол, клоун. Ахонти, клоун кетті ғой. Сен қорқтың ба клоуннан? Қорқтың ба? Ол ойнады ғой сенімен. Ахонти, ол сенімен ойнады ғой. Бұл түсінбейді, вообще ештеңе түсінбей жатыр, вообще. Ана клоуннан қорқып жүр ғой бұл. Мади машинамды сұрап кеткен, блин. Әлі жоқ. Кетіп баратырмын. Соны іздеуге. Мына жақта да жоқ. Мына дворды айналып келем деген. Қайда кетті бұл бала? Жоқ мынау. Переш. Әне келе жатыр. Арын да жақпаған ғой мынау. Мен сендерді іздеп тәпішкемен шығып кеттім, көрдіңдер ма? Қалай екен? Да? Жақсы жүргізем екен? Так, бізде неме трендта болып жатыр? Блин, виноградтар. Мансур? Дубайский шоколад, клубника в шоколаде. Мансур? Бізде неме трендта болып жатыр? Қазір неме трендта болып жатыр? Дубайский шоколад. Дубайский шоколадты біз жедік қой? Иә. Қазір енді біз... Шайн мускат! Қымбат. Так, мынаны қазір жуу керек. Мынаны деген бір блогер бар жерде. Да? Енді Қанша тұрады? Мансур деген блогер, Мади деген блогер жеткенді қазір. Вообще жеген. Қазір сыртын жояқайық енді. Мына қанша тұрады сонда? Қанша тұрады сонда? Қазір айтам. Міне. Мынау не екен? Ең екен қап-қатты, иә? Игрушка сияқты ғой. Иә, игрушка сияқты, иә? Жұлып алдың ба? Жоқ, әлі жемеймін, жуам. Так, популярный шайн мускатты біз алдық. Қазір дәмін көрек пісімля деп жуып алдық. Кейбір жерлері бірақта не? Жұмсақ екен. Қазір сен жейсің. Сен отдельно өзіне рилс салып жейсің. Алай, қырс деп жей алмайды екен. Может, какой-то өнері бар ма? Не получается. Енді жеп көрейінші ма? Обычный виноград. Без косточек. Достар, біз бүгін трендтегі виноградты жеп жатыр. Мынау деген дәмді еще үлкен, еще сүйегі жоқ екен ана виноградтан. Иә, еще ана. Бірақ та виноградтың дәмі сияқты, иә сол? Екеуінің дәмі бірдей ғой. Иә, екеуінің дәмі бірдей. Мен де көрдім. Керемет әкетіп баратқан аны кейбіреу алып жатыр ғой. 9.000 теңгеге, 6.000 теңгеге. Бізде 3500-ге алдық. Иә, вообще ол бағаға не стоит қымбатқа. Но трендтен қалмайық деп
Арзанын күттік та, арзандаған сосын алдық.